Дәл осы видеода сіздер нолевой отчетты табыс болмаса, оборот болмаса қалай автоматтандырып қоюға болады, соны көрсететін боламын. Бұл жаңағы ИП және ТО-ларға да қатысты. Осы жерде ешқандай обороты бар емес, жаңағы нолевой отчетпен тапсыратын жаңағы ИП иелері немесе ТО иелері болса, онда міндетті түрде осы функцияны қосып қою керек. Ол функцияны қалай қосамыз? Яғни бірінші knp.kgd.gov.kz сайтына кіреміз. Одан кейін басты бетте атымыз жазылып тұрған жерде представляемый ФНО дегенге басамыз. Добавить форму деп басамыз. Яғни бұрындары бізде осындай полугодие отчетты басталған кезде әрдайым нольмен тапсырып жүретін болсақ, енді ол нолевой отчетты біз автоматтандырып қойсақ болады. Мысалы, қазір ИП О режимдері жылына 4 рет квартал сайын отчет тапсырады. Мысалы, мына жерде 200-ші форма декларация отчеты болатын болса, онда қай жылға тапсырады? Мысалы, 26-ші жыл және 1-ші квартал. Яғни январь, февраль, март үшін табыс болған жоқ. Дәл солай 2-ші кварталда да, 3-ші, 4-ші кварталда да таңдап бір жыл бойы табысы жоқ болатын болса, осылай қосып қойса, осындай нолевой отчеттар автоматты түрде тапсырылады. Ал енді мысалы 910-ші отчет болатын болса, 6 ай сайын ешқандай табысы болмайтын болса, онда міндетті түрде осы функцияны басып, полугодиесін таңдап, сөйтіп қойсақ болады. Сосын я подтверждаю деп. Содан кейін подписать и отправить деген функцияны басып жіберсеңіз болады. Бұл ақпаратта ИП ТО-ларға қатысты болғандықтан осы ақпараттармен бөлісіп қойсаңыздар болады. Ал енді ақпараттар пайдалы болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.